Всем привет! Бүгін біз рукколадан и креветкеден прям күшті салат дайындаймыз. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең бірінші біз майымызды қыздырамыз. Креветке қуырылғанда ол түсін өзгертеді. Сондықтан түсіне мән береміз. Біз креветкемізді қуырып қойдық. Оның майы кішкене мына салфеткаға істелсін деп, сынсын деп, оны салфетканың үстіне қойып қойдым. Енді қараңыздар. Міне менің рукколам жуып салып қойдым. Үстіне креветкемді саламын. Содан кейін помидорымызды тураймыз. Ыңғайлы болатындай етіп тураңыздар. Тұз қосамыз. Содан кейін майды шашамын. Салатымыз дайын. Күштетіп араластырамыз. Дайын салатты салатницаға саламыз тарелкамызға. Үстіне сырымызды себеміз 20 грамм. Менде ингредиенттердің барлығы алдын ала дайындалған. Сондықтан бұл жерде артық ингредиент жоқ. Біздің салатымыз дайын. Қазір дәмін көремін. Енді барлығы ингредиенттерін алып жеңіз. Ішінде помидор, креветки барлығы болсын. Күшті салат. Прямо менің порциямға жеп қойғым келіп тұр мына салатты. Менің барлық видеоларымды жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен аптасына 3 рет сіздерге прям күшті рецепттер салып тұрамын.